Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бұрынғы ата-әжелеріміздің сүйікті тағамы болған құйрық майдан осындай колбаса ретінде нанға қосып жей беретін тағам жасайтын боламыз. Және де алдағы уақытта менің арнамнан дәл осындай ұмыт болып жатқан түрлі рецепттерді және де қазіргі заманауи тәттілердің рецепттерін таба алатын боласыз. Сондықтан менің арнама міндетті түрде подписаться батырмасын басып жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен өзімізге керек мөлшердегі құйрық майларымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Қазанымызды отқа қойып, құйрық майларымыз батып тұрғанша таза суымызды құйып аламыз. Және үстіне дәмдеуіштерімізді, яғни қара бұрыш, лавр жапырағы, бір қасықтай тұзымызды салып, жарты сағат қайнататын боламыз. Қайнау барысында дәл етті қайнатқан кезде бетінен көбік шығады ғой, сол көбікті біз алып тастаймыз ғой. Бұда да солай, құйрық майдың қайнау барысында бетіне көбік шығады. Көбігін алып тастағаннан кейін баяу отта жарты сағат қайнатып аламыз. Міне қайнап шыққан құйрық майымызды суытуға қойып қоямыз. Құйрық майымыз суып болам дегенше біз дәмдеуіштерімізді алдын ала дайындап алайық. Бұл рецепт анамның рецепті, мендегі үйдегі бар дәмдеуіштерді пайдаланып жатыр. Ең бірінші зіра, сосын аджика дәмдеуіші, және бір шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық ащы бұрыш, және байқасаңыздар бір зубчик чеснокты майдалап езіп алды, және де сыртын құйрық майдың қызарту үшін паприканы пайдаланып жатыр. Және бір шай қасық тұзымызды салып, паприкадан басқа барлық дәмдеуіштерді жақсылап араластырып аламыз. Чесногымыз түйір болып бір жерде үйіліп қалмауы керек. Барлығын езіп, бір келге етіп араластырып аламыз. Міне біздің дәмдеуіштеріміз дайын. Құйрық майымыз суып қалды. Енді осы құйрық майымызға осы дәмдеуішті қолымыздың көмегімен сыртына әдемілеп теп-бір тегіс етіп, барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Алдағы уақытта дәл осындай құйрық майды сізде тоңазытқышқа бірнеше айлар сақтап қойғанша дәл осы рецептпен колбаса ретінде сіздер жасап қойыңыз. Өте дәмді болады, және де құрамында дәрумендерге өте бай, денсаулыққа өте пайдасы зор. Сондықтан міндетті түрде осы рецептті пайдаланып сіздер жасап көріңіз. Тіпті сіз осы құйрық майды қонақ күткен кезіңізде ассортидің құрамына қоссаңыз да болады. Дәмі өте керемет, ешқандай ұялмайсыз, дәмді шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық жеріне бір тегіс етіп дәмдеуіштерді жағып аламыз да, дайын болған құйрық майымызды енді сырттан қызыл болып әдемі көрініп тұру үшін және ерекше дәм беру үшін тәтті қызыл бұрыш, яғни паприкаға бір тегіс етіп жағып тегістеп аламыз. Дайын болған құйрық майымызды тоңазытқышқа 2 сағат кемінде қойып қоямыз. Сонда біздің құйрық майымыз қатып, кескен кезде дәл колбаса сияқты бір тегіс әдемі болып кесілетін болады, және дәмі нанға қосып жей берсеңіздер өте керемет әрі пайдалы тағам. Кейбір рецепттерден көрдім, дәл осы құйрық майды мен таза суға қайнатып алдым ғой. Сол сияқты суды қайнатқан барысында біздің пиязымыздың сыртқы қызыл қабығы, яғни жуамыздың сыртқы қызыл қабығы болады ғой. Сол қабықты қосып қайнатса, осы құйрық майымыздың өзі табиғи пияздың шыққан қабығынан шыққан түс қызыл қоңыр түс береді екен. Солай жасаса да болады, бірақ егер олай жасағыңыз келмесе, дәл осы оңай рецептпен жасасаңыз да болады. Міне біздің құйрық майымыз дайын болды. Сыртын жақсылап паприкаға малып, қызартып алдық. Енді осы дайын болған құйрық майымызды тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз.
Міне тоңазытқышта 2 сағат тұрған құйрық май. Енді мен сіздерге бұны кесіп көрсетейін. Міне қараңыздаршы, дәл колбаса сияқты кесіліп әдемі болып тұр. Дәмінің өзі керемет. Ең бастысы дәрумендерге өте бай. Бұрында ата-әжелеріміз осыны нанға қосып жейтін болған. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ассортиға да дәл осылай турап қойсаңыз өте керемет, әдемі шығады. Колбаса мен сырды қалай турап наныңызға қосып жей бересіз, дәл сол сияқты кез келген уақытта наныңыздың арасына салып, құйрық майыңызды қосып жіберсеңіз болады. Дәмі өте дәмді, иісінің өзі керемет. Ең бастысы дәруменге мол тағам. Және құрметті көрермендерім, видео ұнаса менің де еңбегімді бағалап, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, өз ойыңызбен бөлісіңіз, және алдағы уақытта дәл осындай ұмыт болып жатқан ұлттық тағамдарымыз бен тәтті рецепттерімізді жіберіп алмас үшін каналыма подписаться батырмасын басып, міндетті түрде жазылып кетуді ұмытпаңыз.